Сәлеметсіз бе? Менің есімім Қауымқас болады. Есіміңіз кім болады? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Гүлбану. Танысқаныма қуаныштымын. Гүлбану ханым, сіз бізге қай өңірден келіп отырсыз? Және де мұғалімсіз ба? Әлде декретте отырған анасыз ба? Сол бойынша толығырақ айтып өтсеңіз. Мен осы Алматы қаласынан мектепте мұғаліммін. Негізі мамандығым қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі. Ол жерде орыс мектеп болғандықтан мен бастауыш сыныпқа бердім. Және маған ол жерде қазақ тілін үйрету керек болды да. Осындай методиканы қатты іздеген болатынмын. Орыс балаларға, басқа тілді балаларға қазақ тілін үйрету үшін. Қазіргі таңда мен декреттік демалыспен үйде отырмын. Бала оқытып жатырмын үйде. Ата-аналар осы методика бойынша оқытқаныма риза. Біріншіден олар көбіне түсінбейді, қалай оқытып жатырсыз деп. Көп біле бермейді. Бұл курстың маған да пайдасы тиіп жатыр. Брейн тренер деген мен кіші топқа және ересектерге алғанмын. Шет тілін оқуда да үлкен көмегін тигізеді екен. Ішіндегі жаттығулар, гимнастика, нейрогимнастика дегендердің барлығы. Басында өзімде сенген жоқпын, күдіктеніп солай алдым курсты. Бірақ өте керемет көмектеседі екен. Бірінші өзім туысқанымды оқыттым, кішкентай баланы. Бірінші сабақтан ақ ана бала 5 әріпті жарты сағатта жаттап алған кезде өзім таңғалдым, қалай болды деп. Ал негізінде 4 айда үйретеміз барлық әріптің барлығын балаға. Сол жақсы, былай керемет десем де болады. Сіз VIP пакетін оқыдыңыз, иә? Жақсы. Қанша оқушы қабылдадыңыз? Курс барысында оқушы қабылдап, табыс тауып бастадыңыз ба? Иә, таптым, табыс. Бірақ табысымды айтпай қойсам бұл жерде, табысымды тауып бастадым. Бірден былай жарнама жасап, реклама жасап әуре болған жоқпын. Ата-аналар жақсы результат көрсеткеннен ақ бір-бірін тартады екен. Жақсы нәтижеге, яғни барады, иә? Жақсы, өте қуаныштымын сіз үшін. Енді қараңыз, сіз инстаграмыңызды дамытып жатырсыз ба? Жаңа VIP пакетіне инстаграм дамыту, брейн тренер мұғалімі ретінде үйретеді ғой, соны қалай жүргізіп жатырсыз? Инстаграмды дамытып, енді қолға алып жатырмын. Енді ойда жаңа онлайн оқыту жоспарда бар. Қазір тек офлайнмен жасап жатырмын. Ол жаңағы инстаграм туралы білімдерін, оның бәрін көрдім, оқып жатырмын, енді қолға аламын. Сізге табыс тілеймін. Алла қаласа мықты нәтижелер көрсетіңіз. Және де осы курсты оқығысы келіп жүрген декреттегі аналарға сіз қандай ұсыныс жасар едіңіз, қандай көмек көрсетер едіңіз дегендей? Біріншіден декретте отырған кезде енді балаға қарайтын адам болса, үйден ақ ашуға болады екен. Мен бір бөлмені қазіргі таңда жасап жатырмын. Бұл ең жақсысы 1,5 сағат уақыт қойып көбірек табыс табуға болады екен да, және балаң қасында. Оны садикке беріп, оны біреуге қаратып, уайымдап отырмайсың. Сол ұсынысты негізі үйде бастаған дұрыс екен бірінші. Одан кейін, егер бір жерден жалдап бастайтын болса, мектептің қасында деген сияқты. Сол үйде құр отырмай, дамып, кішкене ары қарай өзінің қабілетімен біреулерге көмектесіп, балаларға қазіргі жаңа білімді беріп, білімдерімен сусындандырған дұрыс деп ойлаймын. Құр отырмай үйде. Өте тамаша. Сіз айына алып жатсыз ба, әлде күндігіне оқытып жатсыз ба? Және де айына алсаңыз қанша теңгеден бастадыңыз? Айына 20 мыңнан бастадым. Ешкім неткен жоқ. Бірінші күні результатты көрді баладан, одан кейін өздері ары қарай оқыт. Негізінде табыс табамын деп емес, сертификатты алып алайын деп бастаған едім да. Бірінші күн оқытқан кездегі жаңа результатты көрді да, ата-аналар өздері мен баламды ары қарай оқытып берші деп сұрап, солай көркем жазуды да бірінші күннен результат болғаннан кейін бәрі қызығып кетті. Солай басталды. Жақсы. Қазіргі таңда қанша оқушыңыз бар? Енді қазір 3 группам бар. Маған тек таңертең және кешкіге алғанмын. Айтпай қойын санын барлығын халыққа. Жақсы табыс тілеймін сізге. Алла қаласа жақсы нәтижелер көрсетіңіз. Жақсы декретте отырған табысты аналардың қатарынан сізді көруге нәсіп етсін, иә?